Өте оңай коржықтың рецептісімен сіздер де коржық дайындап көріңіздер. Мінекей біздің тестіміз дайын болды. Енді ұнды молырақ себеміз де қамырымызды жаямыз. Қолдың көмегімен немесе оқтаудың көмегімен жайсаңыздар да болады. Коржықке арналған арнайы насаткамен немесе кесемен өздеріңізге ыңғайлы кескіштермен кессеңіздер болады. Жұқа етпей дәл осылай орташа қалыңдықта етіп барлығын кесіп шығамыз. Одан соң қызып тұрған пешімізде 15-20 минуттай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Кесіп алған коржықтеріміздің бетіне айранды жағамыз. Мінекей достар, біздің коржықтеріміз дайын болды. Жүп-жұмсақ, балалық шағымызды еске түсіретіндей өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.